Сәлем достар, сіздермен бірге Динара Балабек. Бүгін сіздермен бөдене сорпасымен бөлісетін боламын. Ойланып қалдым, неге түсірмеске осы рецепті деп. Бөденені жақсылап тазалап алды, су құйып тауықты тазалағандай. Осын салқын суға салып, осылай кәдімгі ет қайнатқанда қайнатып көбігін аласыздар. Потом дәмдеуіштерді қосамыз, лавролистін қосамыз, қарабұрыш, дәмі ерекше болу үшін астын жай отқа қойып қоямыз. Келесі бізге қажет сәбіз, картошка, пияз, болгарский, чеснок, жаздық көкөністердің барлығын салсаңыздар, сорпаларыңыз неғұрлым дәмді, өте әдемі болып шығатын болады. Чеснокты өте майдалап турап қосамыз. Келесі пияз. Мен бұл жерде барлығын кубик тәрізді туратын, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Барлығы сорпада мен езіліп кеткен қалатын. Вот болгарский, сәбіз тоже майдалап алып турап қостым. Барлығын сорпаға кезек-кезегімен қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Қажеттілігіне қарай тұз қосасыздар. Осылай біраз қайнатып, араластырып, астын жаймен отты қойып қоямыз. Дәмі өте әдемі болып шығады. Окорочкаға қарағанда, тауық етіне қарағанда дәмі басқашалау. Біраз қайнаған соң, кемінде 1 сағаттай. Сосын картошкасын салатын боламыз. Осылай барлығы қайнап тұрады. Келесі осылай петрушка, укроп қосып, одан сайын сорпамызды дәмдетуге тырысатын боламыз. Бұның пайдасы өте жоғары. Байқасаңыздар, бөдене сорпасы қарапайым қара кесек еттен қарағанда, жылқы еттен қарағанда әлде қайда қымбат. Бөдене естуім бойынша еті 3,5 мың теңге тұрады килограмм, 3,500-4 мың теңге тұрады екен. Осылай тамаша бөдене сорпасы дайын болды. Пайдасы өте мол. Ас болсын, жасап көріңіздер. Ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк қалдырыңыздар. Көбірек лайк бассаңыздар, бұл видео көп адамға көрінетін болады. Пайдасы көп адамға тиетін болады. Сонымен қатар келесі видеоларда бөдене жұмыртқасының пайдасымен, яғни организмге қалай пайдалы болатынын бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.